Амандық пен тыныштық болсын, қымбатты досым. Құдай сені ерекше сүйеді. Матай жазған 16-шы тарау 24-ші аятта былай дейді. Бұдан кейін Иса шәкірттеріне мынаны айтты. Маған еріп, шәкіртім болғысы келген әркім өз еркі бойынша өмір сүруін қойсын, әрі айқышын арқалаған кісідей азапты өлімге дайын болып, менің жолыммен жүрсін дейді. Аумин. Иса мына жерде керемет бізге өсиет қалдырады. Егерде сен Құдайдың шәкірті болсан, Иса Масихтың шәкірті болсан, онда әділдігін сенің туың болу керек, имандылығын сенің туың болу керек, сүйіспеншілігін сенің туың болу керек, әрқашанда мейірімділік сенің туың болу керек. Өйткені біз Иса Масихтың шәкірттеріміз. Әлбетте өте қиын оның бәрін іске асыру, бірақ та Құдай әкеде ол мүмкін. Білесің бе, егерде сен Иса Масихта болсан, саған сүйіспеншілік жетіспесе, сен Құдайдан сұрап, сүйіспеншілік тіле. Мен сенемін, киелі кітапта Иса айтады, не сұрасан, соны берем дейді. Білесіңдер ме, біз адамдармыз. Біз өз айқыш ағашымызды арқалап жүру үшін, біз жаман мінездерден, жаман әдеттерден бас тартуымыз керек. Я, өйткені біздің адами болмысымыз кейбір кезде бізде басым шығып тұрады. Бірақ та оны жеңе білетін, ол біздің имандылығымыз, Құдайға деген махаббатымыз, Исаға деген сүйіспеншілігіміз, және Исаның шәкірттері деген атағымыз. Сондықтан біз өзіміздің ішкі дүниемізді өлтіріп, жаңадан рухани дүние, рухани жаңғырту әкелуіміз керек. Оған ұқсас. Сол себептен де Иса айтады, өзінің еркіне сай өмір сүруді тоқтат дейді. Неге? Көп кезде біз өзімізге ұнайтын заттарды істегіміз келеді. Көп кездерде біз өзімізге ұнайтын заттарды естігіміз келеді. Көп кездерде біз өзіміздің қалауымызды арқылы жүргіміз келеді. Бірақ та оның барлығы дұрыс емес. Білесің бе неге? Өйткені біздің қолдарымыз кінә жасауы мүмкін. Біздің көз қарасымыз кінә жасауы мүмкін. Біздің аяғымыз кінәға итермелеуі мүмкін. Сондықтан да біз өзімізді ауыздықтауымыз керек, тоқтатуымыз керек. Немен? Әлбетте Құдайдың сөзімен. Өзіміздің айқыш ағашымыз деген, ол мүмкін біздің кінәларымыз. Мүмкін біз өсек айтамыз. Мүмкін біз өтірік айтамыз. Мүмкін біз біреуді жек көреміз. Мүмкін біз айбат сөздер, жаман сөздер айтамыз. Сондықтан да, білесің бе, оның бәрін біз қайда апаруымыз керек? Айқыш ағашқа апарып шегелеуіміз керек. Және келесіде қайтарып бұрылмау үшін сол заттарға біз ұмытпауымыз керек. Біз кімнің шәкірттеріміз? Біз Иса Масихтың шәкірттеріміз, өліп қайта тірілген. Сондықтан да Иса мына жерде айтады, өзінің еркіне сай өмір сүруді тоқтат дейді. Менің еркіме сай өмір сүр дейді. Менің қалауыммен өмір сүр. Менің ақбатам мен жарылқауым сенің өмірінде болады дейді. Бізді адамдар көргенде кімде көру керек? Иса Масихты көру керек, айқыш ағаштағы. Білесіздер ме? Бізге қарағанда адамдар Исаны көру керек, айқыш ағашта өліп қайта тірілген. Құдай сені жарылқасын. Иса Масихтың атымен. Аумин.